Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев. Абай ақын, аудармашы, сазгер, дара ойшыл. Абай жазба әдебиетінің негізін салушы гуманист, қоғам қайраткері, әділ би, ағартушы ұстаз. Абай қазақ тіліне Александр Сергеевич Пушкиннің, Юрий Михайлович Лермонтовтың, Лев Николаевич Толстойдың, Салтыков-Щедриннің шығармаларын қазақшаға аударған. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын, өлді деп ат қойыпты өңкей білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, айтындаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған. Дегендей бүгін біз артында өлмей тұғын сөз қалдырған ұлы ақын атамыз Абай Құнанбайұлы туралы сөз қозғамақпыз. Абай 1845 жылы, Жылан жылында туылып, 1904 жылы 60 жасында Семей уезінің Шыңғыс болысында дүниеден қайтқан. Негізі аты Ибрахим болса да, Абай деп жас Ибрахимді анасы Ұлжан еркелетіп атаған. Содан бері бұл есіммен Абай тарихқа енді. Абайдың бар өмірі өзі туып өскен Шыңғыс болысы, қазіргі Абай ауданы, бұрынғы Семей облысында өтті. Абай әке жағынан алғанда Тобықтының белгілі шонжары мен батыр биінен тарайды. Оның бабасы Тобықтының биі болған. Абайдың әкесі Құнанбай Қарқаралы округінің аға сұлтаны болған, ал шешесі Ұлжан Бишан руынан тараған. Әкесі тілге шешен, ақылға бай, қатыгез, ал шешесі керісінше ағайын туысқа қайырымды, мінезі жұмсақ, тілге бай адам болған. Міне, сәби шағынан ақ Абай от пен суда екі ұрдай, кереғар мінезді адамдар ортасында өмір кешті. Аяулы әжесі Зере мен анасы Ұлжанның жас бала қиялы мен санасының мінез құлқының қалыптасуына әсері мол болды. Ол екеуі айтқан ертегі, аңыз әңгіме, күлдіргі, мысқыл, ел басынан өткен тарихи оқиғалар зерделі Абайдың санасына бертіндеп сіне берді. Осылайша бала Абай өз халқының рухани ой қазынасына қанығып өсті. Абай 10-12 жасында мұсылманша оқып хат таниды, ал 12 жасында Семейдегі Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. Медреседе жүргенде 14 жасында орыстың Приходская школында орысша сабақ оқыған. Осы 4 жылдық медреседегі және 3 айлық орыс мектептеріндегі оқуды аяқтап, 15 жасында үлкендердің білімі артып, ел ішіндегі жұрттың өзіне қаратып, әкесіне көп көмегін тигізеді. Ел жұрт оны би етіп сайлайды. 20 жасында ол от тілді шешен, халық өмірі мен әдетін, билік туралы істі көп білген көсем болған. Мақал, ертегі, нақыл сөздерді тез меңгерген. Жаңа заманның ретімен Абай білімге ден қойып, араб, парсы, түркі тілдерін үйренді. Абай 10 жасынан өлең шығарған. Ол жастар арасында кең таралғанымен оған онша мән бермейді. Абайдың өнерге бет бұруына себепкер орыс достары Гройсов пен Михайлис болды. Абай орыстың ақын жазушыларын Пушкиннің, Лермонтов, Крылов, Толстой, Тургеневтің еңбектерін оқыған. Олардың шығармаларын оқи отырып, Абай орыс мәдениетін, өнерін, білімін үлгі еткен. Бұл да Абайдың даналығы. Абай кестелі сұлу сөздің иесі, көркем әдебиеттің темір қазығы, өшпейтін жарық жұлдызы. Оның поэзиясы қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Тек қана Абай өлеңдерінен қазақ даласының табиғаты, қазақ өмірінің шындығы, қазақ халқының сезім сыры, арман тілегі, ұлттық ерекшелік қасиеттері түгел көрініп сезіледі.